міне Осман Батырдың ұрпақтары отыр, міне молқы Осман Батыр. Міне Зайтунбұрында шайханасы бар, асханасы бар ағамыздың. Танысқаным өте қуаныштымын. Мынау вообще нағыз қазақ. Орысқа бензейді. Жоқ, кезіндегі сақ, сақ дейміз ғой. Сол сақ деген осы жігіт міне. Менің аталарым көк көзді екен. Міне, сізде де солай ақшырайлысыз. Бұл вообще міне нағыз кезіндегі батыр болып кетіп. Ойбай, керемет болды. Танысқаныма қуаныштымыз сіздермен. Алла қаласа қазақтарымыз болса, осы қазақтың шайханасына кеп тұрамыз әрқашан. Рахмет сізге. Сәлем. Мехмет аға, ассаламалейкум. Мехмет аға. Алейкум ассалам. Мехмет ағамыз Түркиядағы бірінші қазақ киті. Осы жерде бүкіл қазақтарын бәрін біледі. Кезінде қалай болды, қалай келді, әр жағынан білімі бар кісі. Бүгін міне қуанып отырмын. Бұл кісімен кездесіп, қазақтың шайханасында отырып шай ішіп отырған жағдайымыз бар. Мына жақта ағаларымыз бар. Мына жерде үлкен профессор ағамыз отыр, тарихшы ағаларымыз отыр. Қасымыздағы өзіміздің университет, ұлттық университетіндегі тарихшы, шығыстанушы, түркі-танушы ағамыз, Ескер ағамызбен отырып қалдық. Жаңа бір әңгіме бастап отқан едік, мына Қатағанды, мына ұлы жүздегі қайсы руымен теңесет, солармен байланысы бар ма деген кезде ағамыз күліп жіберді де, сол бір әңгімені кезіндегі бір жырау бар, нақ тарихи болған жағдайын бір айтып берсін. Ал енді аға. Айтып жіберейін ба? Айтып жіберіңіз. Жалпы Есім хан Қасым ханнан кейінгі қазақ тарихында осы қазақтың жерлерін қазақ халқына қосу жөнінде үлкен үлес қосқан хандардың бірі болып саналады. Өзіміздің сол Ташкентті алып ары қарай Бұхара, Самарқандқа дейін барып қоршап кері қайтады жараланғаннан кейін. Одан кейін мынау батыс жаққа, шығыс жаққа соғысқа қайтқан кезде ол Ташкенттің сол жердегі бегі қылып Тұрсын ханды тастап кетеді, Тұрсынды. Ол Тұрсын хан мынау бұхаралықтармен келісіп, оны қазақ хандығынан тартып алуға тырысады. Оны сезген Есім хан әскерімен қайтып келген кезде Тұрсын ханмен арада соғыс басталады. Сол кезде жақсы бір керемет бір есімде жоқ, қазір жырауымыздың айтқаны бар. Ай Тұрсын, Қатаған еңселі бойды Есім хан келіп тұр, сенің жағында алғалы тұр деп. Шашады, қанды судай шашады деп. Шынымен Есім хан келіп, Тұрсын ханның басын алып, сол Ташкентті қайтып қазақ хандығына қосады. Келісімшарт бойынша 160 жылдай бұл қазақ хандығының құрамында болды. Тек қана мынау Абылай хан заманда Төле биден кейін ғана бұл Ташкентті өзбектер өзіне ала бастады. Ол 1920 жылға дейін негізі былайша айтқанда халық саны жағынан сөйтсе ең көп халық сол жерде сөйтсе қазақ халқы болған. Ол жерде өзбектердің өзінің тағы бір айта кететін қызық бір жағдайы бар. Жалпы Ресейлік империяның санағы бойынша ортадағы ең көп халық қазақ халқы болған. 1894 пен 97-ның ортасында. Ал Өзбекстанда халықтар екіге бөлінген. Сарт және өзбек. Сарттардың саны 700 мыңдай болатын болса, өзбектердің саны 400 мыңдай ғана болған. Ал советтік өкімет Сталин мемлекеттің атын өзбек деп қалдырып, сарт деген жойып барлығын өзбек қылды. Қазақтың жақсы бір сөз бар. Өзбек өз ағам, сарт садағам деген. Неге? Себебі нағыз өзбектер, олар өздерін ұрғын біледі. Қоңырат, Найман, Қыпшақ, Арғын, оның үшін өзбектер. Ал сарт деген, сарттар айтады, бізде ру жоқ дейді, біз сартпыз дейді. Ал біз ол отырықшы халық, бізге сәл жаттау болады. Сондықтан да қазақтың сөзі өзбек өз ағам, сарт садағамнан содан қалған. Қазіргі Өзбекстанның бұлай ұлттық құрамына қарайтын болсаңыздар, Самарқан, Бұхара болып тәжіктер көп. Тәжіктер осы отқа шейін біздікі деп айтады.
алапуалық өте көп. Өкінішке орай, ол жақта да қазақтар да өзбектеніп бара жатыр. Өзбектердің саясаты өте қатты жүріп жатыр. Сондықтан да ол да біз Шыршықтың маңайы осы бір 20-шы жылдардан көп деген қазақ ауылдары тұрады. Шыршық, осы Ташкенттің маңайы. Назарбек дейді. Сергейл ауыл деген де бар. Ол жақта. Қазіргі сарттар сол Ферганская долина деп қой, Ферғана жағында Қоқант бар, Наманган бар, Андижан демей, сол жақтан негізі кезінде сол сарт деп болып жазылғандар солар екен. Ал Жизақ таулары және Қашқадария, Субхандария жақта көбінесе сол жаңағы руы бар өзбектер екен. Сөйтіп, бізге жақын келеді. Бізге жақын келетін сол. Жақсы, рахмет аға, қазір тағы да түсіріп қоям. Күшті не болған кезде, тарихи жағдай болған кезде. Рахмет аға. Бүгін Мехмет ағамыздың арқасынан қаншама азаматтармен танысып отырмын. Түркиядағы ең мықты деген ағамыз. Сіз өзіңізді бір кішкене таныстыра салсаңыз. Мен Абылай, орта жүз керек. Türkçe atım Abdülhak Malkoş, özüm Kazakça atım Abılay. Kerem. Bugün Tayvan'da okuğam, osunda üniversitede 31 yıl sabah verip, Kıtay tili, Japon tilinde. Ben pensiyaya çıktım. Ағамыз пенсияға шықса да фигурасын қарамайсыз ба? Жап-жас келіскен аға. Өте қуаныштымын аға. Мен де қуаныштымын. Жалпы қазақтарға сәлем. Ой, рахмет. Ал аға. Творческий кісі екен. Бұл кісі мына сәнат, мына өнермен жақын адам екен. Жақын адамын. Атым Бешир Ахмет Көсе. Осы Түркияның Манisa Салихы ауданында туған. 1955'te. Ona кейін мына 60 жыл болды, мына İstanbul'da өмір сүреміз. Кәсіпкерім мен өзім, кәсіпкерліктен келген. Соңғы жас кезімнен бері сол өнерге қашықпын. Қай өнер жағынан бір айтып жіберсеңіз, сурет пе? Жоқ, сурет емес, қазақ әндері. Қазақ әндері, о әнші кісі екен ағамыз. Өз әндерімнің bir қаншасы бар. Әкелерімізге, шешелерімізге арнап жатқан әке шешелеріміз сол Қытай жақтан, Шығыс Түркістан жақтан келген. Соларын өмір баяндарын әнге түсіріп, өзім бармасам да, көрмесем де, сол кісілердің көзімен сол жақты аңсаймын, қаял етемін. Соның үшін енді біз осы жақта туылдық, өстік, Түріктің мектебінде оқыдық. Дұрыс. Болғанмен енді қазақшамыз өте жақсы деп айта алмаймыз. Жоқ, жақсы, керемет жақсы сөйлегенге тырмысамыз. Сол біз қанша түріктер өз еліміз десек те, қанша 40 жыл дейді, сорпа қайнаса да бір қазақшада бір мақал бар. Түсініп отырмыз. Сонда біз бұл жақта қазақтар қанша түріктермен бірге туып өссек те, өзі туыстарымызбен бірге отырамыз, осындай жерлерде, жайларда бірге жүреміз. Әрқашан қазақтығын ұмытпайды екенсіздер. Қазақ үйдерімізге қазақ түркиялар кірмейді. Ешбір түрк үйіне бармаймыз. Шынын айтсаңыз солай боламыз. Енді қазақ болсаңыз есігімізді теуіп кіре бересіз. Рахмет. Сондықтан да бүгін қарамайсыз ба, сіздермен мына оңайша тез танысып, сіздермен отырып араласып та қалдым. Өте қуаныштымын аға. Әрқашан денсаулықтарыңыз мықты болсын, өзіңіздің жұмысыңыз сәтті болсын. Басқа не деймін? Сізге өте үлкен рахмет. Ютубер ортамыздағы нағыз. Жақсы аға, рахмет сізге. Сізге де рахмет. Жарайды аға. Ал жақсы. Ағалар жақсы, сау болыңыздар, рахмет. Аға, жақсы. Аға, бір жерге отырамыз деп айттыңыз ғой. Мына қазақ шаңыраққа барып отырайық, шай ішейік. Жарайды, жақсы болды. Мен оны Ташкентский шайға мен Шымкентский шай деймін. Дұрыс. Ол негізі Шымкентский шай, атын Ташкент деп қойып тастапты. Ташкентке барсаң жоқ ондай шай. Жоқ. Ташкентский шай жоқ. Өзбектер білмейді ондай шай. Өзбектер білмейді, қазақтар қойып береді. Ташкентский шай. Ташкентский шайға барайық, қазақтың шаңырағында отырайық. Жақсы. Жақсы, онда сол жерге барып мен жалғастырайын. Жақсы.